Сарапшылар эпидемиологиялық ахуалдың ушығуының бір себебі үнді штамымен байланысты болуы мүмкін екенін айтады. Мәселен, Мәскеуде қазір науқастардың шамамен 90%-де осы дельта анықталып жатыр. Ауруханаға түсіп жатқандар арасында әсіресе жастар көп. Қала басшысы екпе қабылдағандарына көп уақыт өткен тұрғындарға қайтадан вакцина салдыру қажет болуы мүмкін екенін айтып отыр. Қазір вирус бұрынғыдан да жылдам тарап барады. Сондай-ақ науқастардың жағдайы да тез нашарлап кететін болды. Мәселен, ем-домға қарамастан компьютерлік томография нәтижесі бірнеше күн ішінде емханаға түскен адамның ауруы бірінші деңгейден төртінші деңгейге өтіп кеткенін көрсетеді. Мамандар үнді штамының тез тарауымен қатар науқастың жағдайда санаулы сағатта нашарлап кететінін айтады. Кейбір белгілері тұмауға ұқсас, бірақ әдеттегі тұмауға тән емес тағы 4 симптомы бар. Атап айтқанда, науқаста іш өту, есту қабілетінің нашарлауы, асқазан ауруы мен қанның ұюы сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Дельта қауіпті штам. Ол біздің жасушаларымызға басқаша әсер етеді. Үнді штамы індеттің жеңіл формадан ауыр түріне өту уақытын қысқартады. Сондықтан адамда антиденелер қалыптасып үлгермейді. Спутник V вакцинасы коронавирустың барлық мутацияларынан қорғайтынын айта кеткен жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері де қазіргі вакциналар коронавирустың барлық штамдарынан қорғайтынын айтады. Бір айта кетерлігі, әр екпенің тиімділігі әртүрлі болады дейді мамандар. Бірақ қалай болғанда да сарапшылар қолда бар препараттар вирусты жұқтырудан қорғамаған күннің өзінде де індеттің ауыр формада өтуімен өлімнің алдын алуға көмектесетінін айтады.